Әйел адам күнде таңертең тұрған кезде өзіне қандай бір маңызды сұрақты қою керек. Армысыздар достар, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен әдеттегенше Адия Аралбай. Егер менің каналым ұнаса, онда каналыма жазылып, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер болады. Айтпақшы, мен күнделікті әрбір жазылған сұрақтарыңыз бен тілектеріңізге жауап қайтарып отырамын. Егер көкейіңізде қандай да бір мазалап жүрген сұрақтар болса, онда комментке жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар бізде онлайн консультация бар. Онлайн консультацияға келіп, ішкі жан дүниеңізді түсінуге, өзіңізді түсінуге, жалпы қазір депрессияда, стресста жүрсеңіз, немесе ақшалай қиналып жүрсеңіз, балалық травмалармен жұмыс істегіңіз келсе, онда мен сіздерді онлайн және офлайн консультацияға шақырамын. WhatsApp номер описанияда бар. Сол жерге жазсаңыздар, барлық сұрақтарыңызға жауап таба аласыздар. Ал менің YouTube каналым бұл тегін кітапша, сондықтан да менің каналымда да көптеген видео арқылы көп сұрақтарға жауап табуға болады. Ал мен бүгінгі видеоны бастаймын. Мен көптеген әйелдермен консультация жүргізу арқылы нені түсіндім? Әйелдердің барлығы таңертең оянған кезде олардың басында прям хаос болады. Өзім де одан өттім және оны коррекцияладым. Яғни әйел адам оянған кезде ол ең әуелі қазір тамақ істеу керек, қазір үйді жинау керек, қазір кір жуу керек, оны үтіктеу керек, балаларды анеха апару керек, мынаны істеу керек, ананы мнеха апарып келу керек. Яғни күнделікті тұрмыс тіршілікпен кіріп кеткен. Ол керек, оны алып тастауға болмайды. Бірақ та, егер әйел адам күнде өзін тек қана тұрмыстық жағдайға, бала-шағаға, үйге беретін болса, онда ол үйдегі адамдарды, ол жолдасын болсын, ол баласын болсын, кімді болса да бақыт ете алмайды. Өйткені әйел адам өзі бақытсыз болса, оның басында хаос болса, ол үнемі тек үйдің тіршілігін ойлап жүрсе, оған өте қиын. Тіпті әйел адамның денсаулығы да нашарлай бастайды, депрессияға түседі, одан кейін балаларын ұрады, өйткені ол негатив энергиясын қайда шығарады? Ең әуелі қолы жетімді балдарға шығарады. Сол себептен де әйел адам таңертең оянған кезде ең әуелі өзіне мен бүгін өзімді қалай бақытты ете аламын? Яғни мен өзім үшін бүгін қандай жақсылық істей аламын деген фразаларды, сөздерді қайталау арқылы ол өзінің көкейінде жүрген сұрақтарына жауап таба алады. Ал сіз өзіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтарға жауапты тапқан кезде сізге біріншіден үйді жинауға, бақытты болып жүруге, балаларыңызға сабақпен көмектесуге, жалпы көп жағдайларда сізде көңіл күй болады. Ал үйдің көңіл күйі ол әйел адам, ол көбісіне белгілі. Сол себептен де осы сұраққа жауап тауып, өзіңіз үшін бір приятный нәрсе дейді ғой, өзіңізге бір ұнайтын нәрсені жасаған кезде, сіздің бүгінгі күніңіздің сәтті өтуіне ол кәдімгідей 100% гарантия. Мысалға, бір әйелдер үшін таңертең әдемілеп отырып кофе ішу, ол кәдімгідей оған бақыт, өйткені ол түнде мысалы баласын емізіп ұйқысы қанбауы мүмкін. Ал кейбір әйелдер үшін мысалға өзіне гүл сатып алу, гүл алу кәдімгідей ол бақыт. Ал бір әйел үшін шопингке бару кәдімгідей қуаныш алып келеді. Бір әйел үшін өзіне уақыт арнап осындай ютубта видео қарау, бір сабақтарын оқу, кітап оқу, әркімде әртүрлі. Сондықтан үйдің тірлігінен бөлек, жұмыстан бөлек, мүмкін сіз жұмыс жасайсыз. Сосын балалардың тірлігінен басқа өзіңізді де ұмытпаңыз. Яғни таңертең сіз өзіңізге осы сұрақты қойып, өзіңізді жақсы көріп, жақсы көретін нәрсені жасаған кезде, әрі қарай сізде барлығы тізім-тізіммен кәдімгідей ойдағыдай жақсы өтеді. Бүгінге айтарым осы, қыздар, өздеріңізді жақсы көріңіздер, өздеріңізді бағалаңыздар, сол кезде үйдің де берекесі келетін болады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, тек қана келесі көріскенше күн жақсы деймін. Сонымен қатар, видео соңында мен сіздерге жақсы 2 ұсыныс жасағым келеді. Менің өзімнің 4 авторлық электронды кітаптарым бар. Осы кітаптарды алам десеңіздер, WhatsApp номерге жазсаңыздар болады. Біреуі Бодо Шефердің ақша потогын шақыртатын 8 әдіс. Бұл кітапшаны мен көп жылдары жинаған білімімнің арқасында кітаптарды оқып, соларды керегін қазақшаға аудару арқылы кішігірім кітапша қылып шығарған болатынмын.
Екінші кітапша бұл ақша шақыртатын сөздер, яғни ақша құдіреті туралы. Бұл жерде де қай кезде бізге ақша потогы келмейді, неге бізге жетпейді, неге біз бақытқа жете алмаймыз, осы сияқты нәрселерді насихаттайды. Ол кітапшаны да мен көптеген аффирмацияларды, фразаларды, ақшаға қатысты көптеген кітаптарды зерттеу арқылы шығарған қорытындымнан және жалпы өзімнің өміріме әсер етіп жатқан нәрселерді бір нәрсеге жинап кітапша қылып шығардым. Оны да алып көрсеңіздер болады. Кітапшалардың бағалары мүлде қымбат емес, электронды, ешқайда барып алып кету керек емес. WhatsApp номерге жазсаңыздар, WhatsApp номерге сізге жіберіледі. Мінекей, сонымен қатар балалардың креатив ойын дамытуға арналған 2 кітапша бар. Ол дамытушы кітапшалар. Оны мен бала психологиясын бастаған кезде жасаған болатын. Әлі күнге дейін хит кітап. Ол өмір бақи ескірмейтін ақпарат. Ол бір арнайы өзімнің методикам, британдық методиканы зерттеген болатын. Соған қазақшалаға ұйқастырып жасап шығарған болатын. Оны да қарастырып көрсеңіздер болады. Сонымен бүгінге айтарым осы. Бақытты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар.